Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін тауық қораның ішіне топырақ төседік. Енді далада шаруаларымыздың бәрін бірыңғайлап, қазір кешкісін ішіне свет қосып қойып, топырақ төсеп болдық. Тауықтарға. Енді биіктігі өздеріңіз алдыңғы видеоны қарап, мынаның топырақтың биіктігімен салыстырсаңыздар болады. Біршама биік бар енді. Биіктігі. Енді ракушнякты қоямыз ішіне. Мынандай ыдыс дайындап қойдым. Ракушняк. Міне ана бүйтіп іліп қоямын. Потому что мынаның мына жаққа ілсем, оларды шығып түсуі мүмкін. Мына жерге астына іліп қоямын жіппен. Осылай мынаның астына боқ тауықта түсіп түсуі жақсы болады. Сосын жерде тұрса, шашып түсуі мүмкін. Сол себепті іліп қоямын. Мына ішіне ракушняк, қыстыққа тауықтар бұны жейді. Сол кезде өздеріне керекті кальцийдің бәрі осы ракушняктың ішінен табылады бұларға. Енді ала берсе су ішетін ыдысы бар, кішкене үлкенірек қылам. Бірақ енді мынаның ішіне қыста тұрады ғой. Бұлай енді тамақ ішетін кезде сыртқа шығарып тамақтарын беретін боламыз. Не бар? Осы міне бүгінгі. Енді ертең ала қосса, мен жаңа ойлап тұрмын, погес төсеп тастасам ба екен деп. Қалай ойлайсыздар? Погес болған жақсы ма, или болмай қойған дұрыс па? Бірақ енді топырақтың бетіне опилка төгіледі. Сол кезде опилка енді мынаның үстіне қалыңдықпен кетеді ғой. Сол кезде қора дейтін жылы болады. Мынаның төбеде, короче, ағаштың үстінде шөп, андай-мындай қыртым-шыртымдар. Сосын көбіне біздер жусан салдық. Неге десеңіздер, жусан мынаға кене, бет, сірке дейтіндерден қорғайды. Сол себепті біздер үстіне жусанмен қарапайым шөпті араластырып үстеріне салған болатынбыз жылылық ретінде. Қалғандардың астына топырақ, жандар осы. Енді самантас қой, жаны ішін просто ағашпен қаптап тастадық. Енді қыста жылы болады деген ойдамын. Бір лампы түседі. Болды, осы қыстыққа енді жайлап дайындалып жатырық. Енді опилка әкеп қоямын, ала қосса. Болды, сосын астындарына опилка түседі. Мына қораға қамалған кезде астына опилка түсу керек қой.